Төнген ақша ол өзі сондай нәрсе, оны жаңағыдай айналдырып тұрмаса ақша шақырылмайды. Сондықтан да айналып тұру керек ақша. Жоқ, ең бастысы сол ұқыпты болу керек қой. Мысалға, дұрыс жарату керек. Әрбір ақшаның өзінің үйі болу керек. Үй деген мысалы енді кәдімгі үй емес енді, әрине бұл амиян. Амияның ішінде ақша өзі үлкеннен кішіне қарай сөйтіп өзінің рет-ретімен болу керек. Иә. Және де амияның ішінде көп бір адамдар көрген бір амиян ашса бір ішінде не бір заттар жатады. Сағыздар жатады, визиткалар жатады, керек емес араласып жатады да. Ондай жерде не болады енді? Жақсылық болмайды ғой, өзінің энергиясы жұғызылады. Азаман амиян қызыл түсті болу керек деп естідім. Сол ақша шақырады деп естідім. Сол дұрыс па? Енді қызыл болса енді... Міне үстелдің үстінде қызыл амиян тұр. Иә, ол дұрыс нәрсе, өйткені әрбір түстің де өзінің энергиясы болады. Қызыл түс ол ақшаға біраз жақын. Бірақ еркектер енді қызыл амиян ұстаған енді білмедім қалай ұстайтынын. Мен заман естігенім, қызыл түсті ұстасаң, жаңа ақшаң күйіп кетеді дейді. Сөйтіп айтады, білмейміз енді. Сөйтіп естігенім. Иә, мен бар ғой. Бірақ менің кошелегім, амияным қызыл. Ақша келмейді ғой. Келеді. Заман онда сен айт, бірінші шын мәнінде ақшаны қайда сақтағанымыз дұрыс? Қай жерде ол ұйықтайтын бөлмеде болмау керек, өйткені ақша ұйықтап қалады сол жерде. Сейф болса, әрине, егер де өзінің орны болса, өзінің бұрышы болса, онда ол басқа мәселе. Сонда қай бөлмеде сақтаймыз? Қонақ бөлмеде демейсіз ғой? Ең жақсысы ол өзіңіз жұмыс істейтін бөлмеде. Өзің рабочий стол болады ғой, жұмыс істейтін бөлме. Сол жақта сол өзінің бұрышы бөлмеңіз болмаса жаңағы залдың жұмыс істейтін бұрышыңызда болады. Мен сол жерге ақшаны сақтаймын. Өте дұрыс.